Сәлеметсіздер ме, құрметті 8 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен 3-90 алгебра пәнінен соңғы 3-ші жиынтық бағалау, яғни статистика бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасайтын боламыз. Видеоны қарап бастамай тұрып, каналға тіркелгендігіңізді бір тексеріп қойыңыз. Міндетті түрде тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Ал бастайық. Бірінші тапсырма. Кестеде мектептегі оқушылардың жастары туралы мәлімет берілген. Кестеден пайдаланып мәліметтерді гистограмманы беріңіз дейді. Гистограмма сызудың 3 алгоритмі бар болатын. Естеріңізде болса, ол қандай? Бірінші, x өсіне біз бірдей ара қашықтықта интервалдарды қоямыз. Бізде неше интервал бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 интервал. Олар жазып шығайық. 7 және 9 деген, 9 және 11 деген, 11, 13, 13, 15, 15 пен 17, соңғысы 17 мен 19. Ал y өсіне біз бала санын орналастыруымыз керек. Енді оны да дәптерде сіздерде анығырақ шығады. Бірдей ара қашықтықта бөліп аласыздар. Енді бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін, қалай сызуға болады деп. Мысалы, мына жерде ең кішісі 80 екен. Оны жазып алыңыз да, ары қарай оны еселеп отырып, бірдей ара қашықтық алсаңыз болады. 160, 240, 320 деп. Демек 320-дан ары қарай үлкен сан жоқ. Осы жерде жобамен әрқайсысын тауып сызып қойсақ болады. Бастайық. Бірінші, 7 мен 9 ол 250 дейді. Ол жобамен мына аралық. Бағаны сызамыз. Ішін боямау өз еркіңізде. Келесі 9 бен 11 290 дейді. Демек ол шамамен 340-қа жақын. Дәптерде сіздерде түп түзу сызылады. Қазір мен сіздерге тек қана естеріңізде қалу үшін жобамен сызып беріп жатырмын. 11 мен 13 220 дейді. Демек ол 240-қа жетпейді. Міндетті түрде гистограммада бағандарын бір-біріне жабыстырып сызыңыздар. Ары қарай 13 пен 15 210 дейді. Демек жаңағы 220-мыздан да кішігірім аз мөлшер. Келесі 260 дейді. Демек 260 дегеніміз бізде 250-ден де кішкене ғана көбірек. Онда сызып алдық. Ең соңғысы келесі 17 мен 19 80 дейді. Ең кішкентайы онда сызып қойдық. Гистограммасы дайын. Бірінші тапсырма орындалды. Ары қарай. Кестеде магазиндегі 85 клиенттің кезекте тұрып күту ұзақтықтар зерттелді. Төмендегі күту ұзақтықтары кестесін толтырыңыз дейді. Енді кестені бірден осы жерге толтырайын. Қараңыз. Бірінші ұзақтық 0 мен 60 секунд аралығы дегенде жиілігі жоқ, жинақталған жиілігі бар екен. Бірінші кестенің бірінші жолында жиілік пен жинақталған жиілік бірдей болады. Оны қалай 9 деп тұр, солай жазып қоясыз. Ары қарай. Екіншісі үшін жинақталған жиілік, екінші аралық үшін, яғни 60 пен 120 аралығында жинақталған жиілігіміз жоқ екен. Демек сіз бірінші мен екінші жиілікті қосып, жинақтап жазасыз. Демек 14 пен 9-ның қосындысы бұл жерде 23 болады. Келесі, үшінші аралық үшін жинақталған жиілігі бар, ал өзінің жиілігі жоқ. Демек 38-ден 23-ті азайтсаңыз, оның жиілігі келіп шығады. Бізде болады ол 15. Ары қарай. Бұл жерде де жиілік жоқ. 59-дан 38-ді азайтып жібересіз, болады 21. Ең соңғысы, бұл жерде толық жинақталған жиілікті табуымыз керек. Демек, осы кезге дейін 59 деген жинақталған жиілік бар еді. Оған біз дағы 26-ны қосып жіберетін болса, шығады 85. Кесте толық толтырылды, тапсырма аяқталды. Келесі, үшінші. Ең көп уақытты осы үшінші тапсырмаға арнауларыңыз керек, өйткені балл жоғары. Кестеде сыныптағы 24 оқушының бақылау жұмысындағы берілген 5 тапсырманың қаншасын орындаған туралы саны көрсетілген. Бақылау жұмысындағы тапсырмалар саны бірінші жолда тұр кестеде. Екінші, сол тапсырма саны бойынша оқушы саны сәйкесінше мынадай деп ол да көрсетті. Енді бізде не табуымыз керек? Дисперсиясын, стандартты ауытқуды және кестедегі берілген жағдай қалыпты ма? Қашан қалыпты болады? 1,5-тен кіші болғанда қалыпты жағдай болып саналады деп беріліп тұр. Ал бастайық. Үшінші. Енді бірінші болып дисперсияны тап деп тұрса, дисперсияны табу үшін сіз орташа мәнді анықтауыңыз керек. Одан кейін оны квадраттауыңыз керек. Ары қарай. Кездейсоқ шаманың квадраттарының арифметикалық ортасын табуыңыз керек, яғни орташа мәнін. Одан кейін барып дисперсиясын анықтайсыз. Одан кейін барып стандартты ауытқуды анықтайсыз. Кеттік. Орта мәнді қалай анықтайтын едік? Бізде неше оқушыны зерттеп тұр? 24 оқушыны, демек 24-тен 1 деп жазып қоясыз. Ары қарай. Бірінші жақшаға
кездейсоқ шаманы алып, оның сәйкес жиілігін көбейтіп қосып шығасыз. 5-ті 3-ке көбейттік. Ары қарай 4-ті 8-ге плюс 3 5 плюс 2 4 плюс 1 мен 2 плюс 0-ді неше көбейтсек те 0 тең. Енді бұны есептейтін болсаңыз, сізде шығады. Жақшаның іші 72 шығады. Алдында 24-ке қатынасы бар, сонымен орта мән 3-ке тең болады. Келесі осыны квадраттап қою керек, 3-тің квадраты 9. Ары қарай бізде орта мәнді есептеген формуланы қалай тұр солай көшіріп жазып, тек қана кездейсоқ шамаларды квадраттап отыруыңыз керек болады. 25 көбейту 3 қосылған 16 көбейтілген 8 қосылған 9 көбейту 5 қосылған 4 көбейту 4 қосылған 1 көбейту 2 қосылған 0 тең. Бұны да есептейтін болсаңыз, сіз бақылауды асықпай есептейсіз өзіңіз жағдайыңызды. Баған түрінде көбейтіп, бөліп, бұл кезде шығады. Есептесеңіз 11-де 10-83 деген сан. Дисперсияда бірінші квадраттарының орташасынан, яғни 11-де 11 бүтін 1083-тен азайтуымыз керек. Орташасының квадратын, яғни 9-ды тең болады 2 бүтін 100-8-ге. Енді стандартты ауытқу келесі. Дисперсияны анықтап болдық. Стандартты ауытқуды табуымыз үшін дәл осы дисперсияның мәнін түбірден шығарып жазып қойсақ жеткілікті. Бұл неше шығады? Калькулятормен есептейміз, шығады 442 деген мән. Енді соңында кестеде берілген жағдай қалыпты ма деп тұр, сіз аласыз да осы санды 1,5 пен салыстырасыз. Біздің жағдайда ол кіші болып тұр. Кіші болса қалыпты деген еді. Қорытынды жазып қойсаңыз болады, бұл жағдай қалыпты жағдай деп. Сонымен 3 тапсырмаға да шолу жасап біттік. Бар болғаны осы бақылау жұмысының тапсырмалары. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып қойыңыздар.